Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Lightroom-нан настройкасын қалай алатынын көреміз. Былайша айтқанда пресетті. Так, Lightroom-ды ашамыз. Мына жерге плюсті басамыз суреттің үстінен. Кешегі жүктеген фотомызды тауып аламыз. Ол Telegram папкасында. Мысалы, мен Instagram-ға салған фотоларым өзім әрлеген. Скриншот жасауға болады, но зачем тұр? Үш нүктені басамыз. Скопировать настройки дейміз. Хотя ол маңызды емес. Создать стиль дейміз. Стильдің атын. Так. Нөл агендік. Өйткені біздің басқаша болып тұратын. Пропусти. Болды. Енді кез келген фотоны. Менің жасаған фотоларым кез келген фотоны аламыз да әрлеп көреміз. Соған ұқсас фотоны. Мысалы, қара фонда түскен болса жақсы болады. Мысалы, осы фотоны көрейік. Жарайды, осы фотоны көрейік. Пресетті қойғанда стилі дегенді басамыз. Ашамыз. Осыны қолданамыз. Ерекшелік бар деп ойлаймын. Не болмаса мен алдын дайындап қойған. Өзгеріп кетті, байқадыңыз ба? Бұл фотоға келмейді екен. Дегенмен де осылай келтіріп арасын істеуге болады. Болмаса осының өзінде өзгертіп қоюға болады. Менімен бірге болғаныңызға рахмет. Кстати, үш бұрышты бассам, сохранить на устройстве дейміз. Болды. Ол Lightroom-нан алып шығып сақталды. Сіздің контактісіңізге. Окей. Қазір көреміз. Так. Міне. Менімен болғаныңызға рахмет. Осылай жүктейміз және настройкасын жасаймыз. Сау болыңыздар.